Менде қазіргі таңда 3 несием бар, бірақ мен басты проблемам ол менікі емес, күйеуімдікі. Ер азаматқа несие алып беріп қашты емес. Біздің Қазақстан халқының 23 триллион теңге қарызы бар екен. Бір азаматшаның 18 басында несиесі болды, 12,5 миллион теңге. Менде 1 миллион теңге бар. Айтыңызшы, оны бір айда 2 есе қылып көбейту үшін не істеу керек? Серт деймі, обещанияларды тек пирамида мен алаяқтар ғана бере алады. Тез баюға асықпаңыздар. Бүгінгі таңдағы тұтынушы несиенің орташа пайызы 47%. Жыл сайын сіздің айлық ақыңыз 47%-ға өспейді. Осы менің арманым, кез келген қазақстандық несие алған кезде менің нагрузка болып кетпей ме маған деп ойласа екен деп. Қалайсыздар? Көңіл күйлерің жақсы ма? Күшті сұрақтарыңыз. Сіз биігіден қорқасыз, маған көрші болсаңызшы. Я не коворкинг бар ол жерде. А сен қандайсыз ғой? Қайырлы күн, құрметті достар. Менің аты жөнім Әсел Жарасқалиқызы. Сіздерді ақша жайында оңай атты подкастыма және шоуыма қош келдіңіздер. Бұл бүгінгі таңдағы тарихи сәт. Неге десеңіздер, осы күнге дейін қаржы жайында оңай тілмен, жалпақ қазақ тілімен айтылған әңгіме аз болатын. Енді осыны қолға алып, қаржыгер ретінде қазақ халқының қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында осы жұмысты үлкен ниетпен, үлкен міндетпен қолға алып жатырмыз. Осы подкастта ақша туралы оңай және де өзіңіздің сұрақтарыңызға жауап алады деген ойдамыз. Менімен бірге осы жерде отырған көрермендер қош келдіңіздер. Барлықтарыңыз маған сенім білдіріп келгендеріңізге үлкен рахмет. Осы Әсеке ханым атты инстаграмда мен өзімнің осы күнге шейін соңғы 10 жылдықта қаржылық сауаттылықты сабақ беріп жүрмін, айтып жүрмін халқымызға қалай үй аламыз, қалай ақша жинаймыз деген. Және де бүгінгі негізгі мақсатымыз ақша туралы оңай айту, оңай сөйлеу. Неге десеңіз, қаржы тілі қиындау ғой. Сондықтан да мүмкін қазақ халқымыз ақшасын жинай алмай жүрген шығар. Сондықтан бүгінгі негізгі мақсат сұрақ жауап арқылы кез келген азаматтың қаржылық тұрғыдағы өзінің іздеп жүрген дүниелерін табады ма деген жақсы ниеттеміз. Сондықтан сұрақтарды бірінші бастайық. Осы сұрақтар аясында кеше өзімнің инстаграм каналымда сұрақтар қойған болатынмын. Кімнің қандай көкейдегі сұрақтары бар, мен сіздерге жауап берейін деп. Сол сұрақты қазір оқиын, одан кейін сол сұраққа жауап беріп отыратын болам. Бірінші негізгі сұрақ. Қарыз кредит процент төлеймін, шаршаймын, ай сайын дайын тұрады. Менде ғана ма? Табысымнан береке кетті. Жүйені қалай қалыптастырамын деген сұрақ екен. Бұл жердегі жүйе дегеніміз не? Жалпы бұл қазақ еліндегі көбіне таныс жағдай сияқты, барлығымыз жұмыс жасап жүреміз, бірақ жинаған ақшамыздың берекесі жоқ. Жалпы ең бірінші ақша табудағы мақсат ол есепті жүргізу. Егер кез келген жанұяда есеп болмаса, тапқан ақшада береке болмайды. Неліктен береке болмайды? Неге десеңіздер, біздер көбінде ақша табу білеміз, ақша жасаймыз. Таңертең кешке жұмыс жасауды білесіздер, жұмысқа баруды білесіздер. Бірақ сол айлықтан айлыққа дейін өмір сүру бүгінгі таңда қазақстандықтардың көбіндегі ең қиын проблемасы, солай ғой. Ал жүйе дегеніміз не? Жүйе дегеніміз, егер біз ертеңгі күніміз басқаша болсын десек, өмірімізді өзгертуіміз қажет. Яғни бұрында жасамаған дүниелерімізді жасауымыз керек. Ең бірінші жасайтын нәрсе ол эмоциядан кетіп ақшаға кіруіміз керек. Неліктен? Есептің ақшасында, ақша есебіне немесе есеп ақшасына кіруіміз керек. Есеп бар жерде міндетті түрде бір картина болады. Шығысыңыз қай жерде көп болып кетті, қай жерде эмоциялық шығыс болып кетті, қай жерде кредитті артық алып қойдық деген сұрақтарға сол жерден ғана жауап ала аласыздар. Мына қазақ елінде жалпы қаржылық сауаттылықта ағылшын сияқты өзінің деңгейлері бар. Сол деңгейде ең бірінші негізгі мақсат көрпемізге қарап көсіле отырып айлықты жеткізіп үйрену. Яғни, мысалға 100 мың теңге алсақ та, 200 мың теңге алсақ та, сол айлығымызды қалайда жеткізіп, сол айлықтың арасында, айлықтың аясында өмір сүріп үйрену. Неге десеңіздер, мына айлықтың жетпегендігінен біз көбіне қарызға кіріп кетіп жатамыз. Ал айлық неліктен жетпейді? Неге десеңіздер, біз жаңағы тұтынушылық қасиетіміз басым, көп жегіміз келеді, көп ішкіміз келеді, көп алғымыз келеді. Әрине ол жақсы. Жақсы киіну, жақсы тамақтану ол жақсы. Бірақ әркім өзінің қалтасына қарай, өзінің жаңағы тапқан табысына қарай қаралуы керек. Жүйе дегеніміз біріншіден есеп.
қанша қиын болса да, қанша желкенің қыры жібермей тұрса да, есеп бәрін еңбек сияқты. Неге десеңіздер, есеп арқылы сіз өздеріңіздің барлық минустарыңызды шығара аласыздар. Екіншіден, басқа қарыз алмау. Біздер мына бір қарызды алып, екінші қарызды жауып, келесі қарыздың бір-бірін жаба отырып, қалай үлкен қарызға кіріп кеткенімізді білмей жатамыз. Солай ғой. Сондықтан мына қарыз алуды тоқтату керек та. Мына больницеде қан ағып жатқан кезде бірінші докторлар не дейді? Қанды тоқтату керек дейді. Сол сияқты төгіліп жатқан сіздің еңбегіңіздің қайда кетіп жатқанын тоқтату керек. Және де басқа қарыз алған кезде ақылмен алу керек. Мына бүгінгі таңда орташа есеппен мен статистиканы қарасам 5-7 кредит бір адамның басында екен бүгінгі таңдағы статистика бойынша. Сондықтан егер басында адамның кредит көп болып кеткен жағдайда дұрыс кері қаржыландыру. Бұл жаңағы үшінші жүйедегі жасалынатын нәрсе. Дұрыс кері қаржыландыру дегеніміз бір несиеге айналдыра отырып, ай сайынғы төлемді азайту. Яғни бір кредит қылу, 3-4 кредитті бір кредит қылу. Бірақ бұл жерде сақ болу керек. Мысалға, көп уақытта біздер бір кредитті алып, оны жаба келген кезде ақшамыз болмай келіп, екінші кредитті алып, сөйтіп кредиттер өсіп кеткен кезде ай сайынғы төлемдер өсіп кетеді. Ай сайынғы төлемдер өсіп кеткеннен кейін айлығына жетпей жатады. Түсінікті ғой? Сондықтан мына бүгінгі таңда ақшаға қатысты ең үлкен шығыс отбасыдағы 70%-дық шығыс ол жаңағы несие төлеуде екен. Яғни біздің қалтамызда 100 мың теңге болса, соның 70 мың теңгені банк ағайымызға апарып береміз. Одан кейінгі келесі негізгі жасалынатын нәрсе үлкен мақсат қою. Ол төртінші жүйедегі нәрсе. Бізде жалпы мақсат дегеніміз не? Мақсат ол арманнан бөлек. Арман деген ол жай ғана қиял, ал мақсат деген мен бір нәрсе сатып алам. Мақсат мен несиеден құтылам. Мақсат мен қарсыз болам деген сол мақсат сіздің барлық эмоциялық тұтынушы қасиетіңізден биік болу керек. Және де осы ақша жинау аясындағы келесі айтатын лайфхак, ақшаны ақшалай жинаңыздар. Біздерде мына карточкада тұрады ғой ақша. Ол доступный да, круглосуточно. Сен кез келген уақытта онымен мына эмоцияға беріп тұрған кезде жай мен автобуспен емес, таксимен бара салайын деген сияқты. Жарайды, бір рет өмір сүріп жатырмық қой, осы үшін жұмыс жасап жатырмын ғой деп бір шаршаушылықпен ала салу, солай болады ғой сондайлар. Сондықтан эмоциялық покупканың ең бірде-бір дәлелі ол жаңағы қол астындағы ақшаның бар болуы. Яғни қол астында ақша доступный болғаннан кейін сен соны жоюға боласың. Әйтеуір ертең бір нәрсе қылармын. Ертең аман болайық. Ертең аман болсақ әйтеуір бір шешерміз деген түйіндемеге келеміз. Сондықтан осы сұрақтың жауабын түйіндейтін болсақ, қарыз кредит процентті алуды тоқтату керек. Қалай дегенде осы қанды тоқтатқан сияқты тоқтатуымыз керек. Содан кейін барып шығысқа мән беру керек. Шығысқа ие болмай кірістің берекесі болмайды. Яғни бұл жердегі шығысты санай отырып, шығысты азайту. Шығысты санай отырып, өзіңнің қателігіңді түсіну. Шығысты санай отырып, жасаған қателігіңді қайталамау. Түсінікті ғой, Одан кейінгі келесі жаңа айтылған сұрақ, бұл жердегі жүйені қалай қалыптастырам дейді. Жүйені қалыптастыру дегеніміз бір нәрсені бастап жасадыңыздар ма, соңына не жеткіздіру. Бізде жалпы көбінде қазақ халқында білім қуамыз, білім іздейміз, қараймыз, көреміз, бірақ оны жасамаймыз. Сондықтан мына осы айтылған 4-5 сіздерге берілген жүйелік дүниелерді егер сіз ай сайын күнделікті жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде қарызыңыздан да құтылып, процентіңізден құтылатын мүмкіндіктер бар. Жалпы қарыздан негізгі проценттен қалай құтыламыз деген сұраққа егер қосымша жауап беріп кетсем, мысалға, қарыздан құтылудың екі жолы бар. Ол бірінші психологиялық жол, екінші қаржылық жол. Психологиялық жол дегеніміз бұл дәлелденген дүниелер. Мысалға, менің басымда 5 несие бар. Оның ең аз несиесі 300 мың теңге. Оның пайызы 43%. Мен аламда ең соңғы сол 200 мың теңге қанша аз ақша қалды? Аз ақша дегеніміз қарызыңыздың аз. Мысалға 5 несиеңіздің бір жерде қарызыңыз 300 мың, бір жерде 200 мың, бір жерде 500 мың, әртүрлі қалдықтар болуы мүмкін. 1,5 миллион, 2,5 миллион, Ал жаңағы психологиялық қарызды жабу дегеніміз ең аз қалған борышыңызды алып, соны жабуға кірісу. 5 басыңызда несие болса, біреуін жаба отырып, жаңағы 4 несие қалдыру. Сол кезде сіз бір жаңа 300 мыңның кредитін мен төлеп бітірсем, менде тек 4-ақ несие қалады. Солай ғой? 4-ші несиенің
соңы қайсысы? Мысалы тағы бір несие бар, 700 мың теңге. Сол 700 мың теңгені қолға аламын. 5 мың теңге төлеймін, 10 мың теңге төлеймін. Бесіншіден несиеден сома босатылады ғой, мысалға 25 мың теңге, 30 мың теңге босатылады ғой. Сол ақшаны соған жіберу. Төртінші несиені жабуға жіберу. Одан кейін сөйтіп бесінші, төртінші несие жабылғаннан кейін үшінші несиеге кірісу. Неліктен бұл өте маңызды? Неге десеңіздер, сіздер жауапкершілікпен жаңағы қарызды алғаннан кезде, осы мен қарызды жабам деген кезде сізде мүмкіндіктер пайда болады. Және де ақшаңыздың да береке пайда болады. Яғни сіз мына ақшаны босқа құртпауды байқайсыз, босқа жаратпауды байқайсыз, үнемдеуді байқайсыз. Соның барлығы өте көмектеседі. Бұл жұмыс жасайтын лайфхак немесе құрал деп айтуға болады. Мен өзім солай несиелерімді жапқам. Және де менің айналамдағы маған талай жеке кеңеске келген бір азаматшаның 18 басында несиесі болды, 12,5 миллион теңге тұтынушы несие алған. Мен бір кезде ойлап қалдым, қалай сонда бір адамға 18 несие беріледі деген. Менде кәдімгідей кішкене айтсам шок болды. Өзім өмірімдегі бұл рекорд бүгінгі таңдағы. Сондықтан адам қиналғаннан кейін маған келген ғой кеңес сұрап. Сол егер адамды алатын болсақ, бүгінгі таңда ол кісінің басында тек 7 несие қалды, 11 несиесін жаптық. Енді ол жерде жалпы несие алу деген кішкене бір денемізге біткен бір жаңағы ауру сияқты. Алғымыз кеп тұрады. Неге десеңіз доступный, неге десеңіз оңай, неге десеңіз біреудің алдына барып иілгенше ала салайын, ешкім көріп атқан жоқ қой, ешкім біліп атқан жоқ қой. Елдің көзінше сондай бай болмасам да бай сияқты көріну маңызды болып кетеді көп уақытта. Солай ғой. Сондықтан мына несие алудағы ең негізгі нәрсе, иә, менің басымда несием бар. Иә, мен қателік жасадым. Біз бір-ақ рет өмір сүреміз. Біздің қателік жасауға құқығымыз бар. Сол қателігімізді мойындай отырып, ең келесі азаматтық біздің позициямыз сол қателігімізді қайталамау. Кері тағы да несие алып ол қарыз батпаққа батпау. Ал келесі негізгі тағы да үлкен жұмыс жасайтын нәрсе ол қаржылық. Қаржылық дегеніміз жаңа 5 несиеңізді аласыз, сол жерден қарайсыз. Қай несие сізде ең қымбат несие? Яғни, мысалға басыңызда 5 несие бар, осыдан 2 ай бұрын 2 миллион теңге несие алдыңыз. Қалған несиелер жаңағы 200 мың теңге, 500 мың теңге қалған несиелер, бірақ ол жердегі негізгі борышыңыз, основной долг дейді, өте аз. Аз қалған. Көбіне банктың негізгі мақсаты бірінші уақытта максималды пайыз алу. Яғни, сіздерде болды ма жағдай, 200 мың теңге төлеп атасың, бірақ пайызы 20 мың теңге, ал проценті 180 мың теңге. Кімде сондай жағдайлар болды? Максималды пайызы. Солай ма? Ол тек қана сізде емес, ол барлығында сондай. Бүгінгі таңдағы тұтынушы несиенің орташа пайызы 47%. Ойлап көріңіздер, 47% ол қанша? Сіз жыл сайын сіздің айлық ақыңыз 47%-ға өспейді. Жыл сайын сіз 47%-ға байып атқан жоқсыз. Жыл сайын 47% сізден басқа жақтан ақша келіп жатқан жоқ. Яғни біздегі несие ала отырып, сол пайызды төлей отырып, айлығымыздың көбеймеуінің кесірінен біздің бүгіндегі мұқтаждығымыз сода. Сондықтан негізгі мақсат жаңағы несие алуларды тоқтай отырып, ең қымбат несиені таңдап, сол қымбат несиені жабу. Жаңа ең қымбат несие 2 миллион теңге болды ма? Сол 2 миллион теңгені алып жаба бастаймыз. Яғни қазір айтуы мүмкін, экрандағылар айтуы мүмкін, мен оны несиені шақ жауып жүрген кезде, мен ол 2 миллион теңгені қалай жабам деп айтуы мүмкін. Бірақ ол оңай. Егер мен несиені жабам деп шешім қабылдасаңыздар, сол күннен бастап шығыстарыңызды қарап, табыстарыңызды көбейтіп, мысалға қосымша тағы несие аласыз, мүмкін бауырсақ пісіре аласыз, мүмкін қазір жаңа жылдың алдында мүмкін күшті қолыңыздан не келеді, оливье жасау келетін шығар, мүмкін сіз қаттаманан күшті жасайтын шығарсыз, мүмкін сіз манты, жанұяңызда сіздің мантыңыз жақсы көретін шығар. Сондай қосымша табыс арқылы қалай да сол несиені жабуға өзіңіздің ниет қабылдап соған әрекет жасасаңыздар, 50 мыңда ол оған, 100 мыңда ол сомаға, 10 мың теңгеде ол сомаға келеді. Одан кейін барып, мына күнделіктегі шығыстарымызға міндетті түрде мән беру. Мысалға көбінде біз ойлаймыз, 1000 теңге ғой жарайды, 1000 теңге ғой кофе, 1500 теңге ғой такси, 500 теңге ғой балаға бере салайын, жарайды жылап тұр ғой, кәмпит ала салсын. Үйде 1 килограмм кәмпит бар, ол кәмпит сұрайды сенен, оған тағы кәмпитке далаға ақша бересің. Бірақ сол 1 миллион теңгеде
сол 100 мың теңгеде, сол 500 теңгеден және де 1000 теңгеден басталатынын ұмытпауымыз қажет. Сондықтан қорытындылай келе, қарызды жабудың екі түрі бар. Жаңағы психологиялық жол, екіншісі қаржылық жол. Психологиялық жолды қалай жабамыз? Ең кіші сомадан жабамыз. Ал қаржылық несие жабу дегеніміз қалай? Ең түсінікті ғой, Сіздің кредиттеріңізде қалай жалпы? Менде қазіргі таңда 3 несием бар, бірақ мен басты проблемам ол менікі емес, күйеуімдікі. Енді қазір менде негізі зарплатам бар, жақсы. Жабайын десем, өзім жауап тастағанға үйрен кетпей ма деген сондай сұрақ мазалайды. Соған не істесем болады? Жалпы ең бірінші айтайын, ер азаматтың қандай да болмасын, ұлың болсын, ағаң болсын, інің болсын, жолдасың болсын, ер азаматқа несие алып беріп қашты емес. Ол біріншіден. Екіншіден, енді несие алдық қой, жарайды. Енді ары қарай жөнін дұрыстау керек. Ары қарай ер азамат өзі төлеген абзал. Неге десеңіз, ер азамат өзі міндет қылып алды ма, соны міндет қылып өзі жабуы керек. Немесе келіссөз арқылы сіз егер оның пайызы көп екенін көре тұрсаңыз, немесе оның бүгінгі таңда соңғы бір жылдықта, немесе болашақтағы бір жылдықта, оның соңғы бір жылдықтағы тәжірибесін көріп, осы бір жылдықта жаба алмайтынын көрсеңіз, пайызын төлей алмайтынын көрсеңіз, сіз өзіңіз жабуыңыз мүмкін. Бірақ сол ақшаны сізге жолдасыңыз, енді ол жанұяның ақшасы ғой, көп уақытта. Сол жанұяның ақшасын ол қосымша табыс арқылы соны қазынаны, отбасылық қазынаны толықтыру. Неліктен ол маңызды. Жалпы, мына қазақта айтады ғой, ер азаматтың орны бөлек қой, енді біз қазақпыз. Қазақта ер азамат төрде отырған әр уақытта. Бірақ ер азаматтың орнына көбінде қазір әйелдер мықты болып кеттік қой. Шыны керек, сол мықты бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Ер азаматтың алдына түсіп кетіп жатырық та. Ер азамат мықты, олар бізден мықты. Біз бүйтіп, вау деп біз эмоциямен жүрген кезде, ол бүйтіп бар тауып келеді, егер ақша тапқысы келсе. Ақша табам деген ер азаматтың алдынан жеңгеш шығады. Мүмкіндік береді оған Алла тағала, ниетіне қарай. Бірақ осы жердегі мен сізге беретін 3 нәрсе, сіздің жолдасыңыздың ақша табу қабілетін қарайсыз. Егер ол осы бір жылдықта ол несиені төлей алмайтын болса, немесе пайызы көп болса, жолдасыңызбен сөйлесе отырып, айтасыз, мысалы, миллион теңге ғой, мен миллион теңгені жауып тастайын, бірақ бұл отбасылық бюджеттің ақшасы. Сен осы қосымша қалайда миллион теңге мына қазынамызға құр деп. Біздің ақшамызда құрақ сияқты ғой, құралып келеді. Матадан құрақ жасайды, құрақтың не екенін білесіздер ғой, атам қазақта құрақ жасаған. Құрақ әрі әдемі, әрі жылы, әрі өте біздің қазақи қанға сіңген нәрсе. Мен өзім құрақ көрпемен айналсам. Құрақ көрпемен айналса, онда керемет. Сол немесе сол миллион теңгеге жолдасыңыз қызмет етіп берсін. Мысалы, жолдасыңызда бір жұмыс жасайды, бәрібір сіз ол ақшаны біреуге төлейсіз. Мысалға, мен ұлым мобилографиямен айналысады. Мысалға, мен біреуге төлегенше, кішкене балама ренжісем де, ренжімесем де, баламмен жұмыс жасап, бірақ бұл өмірде ең қиын нәрсе жақыныңмен жұмыс жасау екен. Шыны керек, мен өмір бойы 23 жыл банк саласында жұмыс жасап, оның 18 жылында үлкен басшы болып жұмыс жасадым. Мен үшін қазір баламмен жұмыс жасау, жолдасыммен жұмыс жасау өте қиын, бірақ тырысып жүрмін. Сондықтан жолдасыңызбен ортаққа жиналыс жасау керек қой, үшін. Үйге барасыз, жиналыс жасайсыздар, ақшаларыңызды санайсыздар. Ақша қанша кетсе де, барлығы сіз жанұяңыздың ақшасы. Бірінші жаңағы жолдасыңыз өзі жабама, жаппай ма? Ол қандай шешім қабылдайды, сол шешім дұрыс болады. Егер ол айтса, жоқ, мен өзім жабам десе, өзі жапсын. Өзі жабам десе, алдынан жүгіріп барып жауып қашты емес. Ол жабады. Оның жабуға барлық потенциалы бар. Одан кейін бар пайызы көп болып, жанұялық тұрғыда ол тиімсіз десеңіздер, жауып тастап, бірақ жаңағы жанұялық қоржынды толтыру керек ол. Үшіншіден, жаңағы сіз көрпемен айналсаңыз, мүмкін сіздің көрпелеріңізді апаратын бәрі Яндексқа да төлейсіз сол ақшаны. Мүмкін бір сол ақшаға жаңағы қызмет етілуі мүмкін сіздің бизнесіңізге. Оның бір ақысы болу керек. Мысалға, бала да, ер азамат та соған жатып алады, әйел азаматта, егер біреу несие алып беріп, оны үшін өзі төлейтін болса, соған адам үйреніп кетеді. Ол сіз бала шағаларыңыз бар ғой, Бар. Кез келген жанұядағы ер азамат пен әйел азаматтың қарым-қатынасынан бастап, олардың ақшаға деген әр үйдегі рөлі тура соны балалар қайталайды. Сіз де қыз өсіріп отқан шығарсыз. Қызыңыз да сол қателіктерді
алды қайталамас үшін осыны сіз дұрыс шешім арқылы көрсетуіңіз керек өзіңіздің жолыңызбен. Рахмет. Жауап бере алдым ба сұрағыңызға? Иә, негізі мен де қазір ойлап қарасам, мен мамамның несін моделін қайталап отырсыз, иә? Өйткені тура ол солай істейді. Біз бәрібір әке шешеміздің бүкіл жаңа саналы санасыз түрде әке шешеміздің істеген нәрселерін қайталаймыз. Ол тек қана жаңа қазақта айтқан ғой, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деп. Сол ұядағы нәрселеріміздің бүгінгі таңдағы қаржыға қатысты 50% проблема ұядағы көрген тәлім тәрбиеміз бен ақшаға деген қарым қатынасымыз. Неліктен мысалы мына банктер, қарап тұрсаңыз Форбстағы да ең мықты дамып жатқан бұлар кімдер? Банктер. Ал банктер кімнің арқасында байып жатыр? Халықтың пайызының арқасында байып жатыр, иә. Мысалға есептеп жаңадан қарасам, кеше соңғы статистиканы көрсем, 2025 жылы қараша айында біздің Қазақстан халқының 23 триллион теңге қарызы бар екен. Оның ішіндегі ең негізгі бөлім рассрочкамен 1 минутта алатын қымбат тұтынушы несие екен. Сонда өздеріңіз ойлап көріңіздер, Каспий мен Wildberries сіздер ақша жоқ дейсіздер, бірақ сіздің ақшаларыңыз мүмкін сіздің қалтаңызда болмаса да, солардың қалтасында болғаны анық, солай ғой. Енді келесі сұрақ. Екі жерде жұмыс істеп, 500 миллионнан көп тапсам да, артық ақшам жоқ. Себебі қандай дейді? Енді бұл себеп те сол себепке жалпы ұқсас. Табыс өскен сайын шығысымыз да өседі. Біздің өмір сүру деңгейіміздің инфляциясы. Яғни, қалай? Сіз бүгінгі таңда, мысалға, мені сіңілім жазылған 500 миллион теңгеден астам, 500 миллионнан астам айлық алам дейді. Ол бұрын үйдегі жай кофені ішіп жүрді. 3 в 1 мак кофе. Қазір ол қайдан ішеді кофені? Кофеханадан ішеді. Бұрын ол жай ғана мүмкін бір магазиннен киім алуы мүмкін. Ақшасы өскеннен кейін ол одан да қымбатырақ киім алады. Солай ғой, Ал негізінде, егер бұлай қарап тұрсаңыз, жалпы осы клиенттің сұрағын тағы да айтатын болсақ, бұл жердегі сұрақтың ішіндегі не деп айтып тұр? 2 жұмыста істесем де дейді. Екі жұмыста істеп, мысалға біз ақша табуда проблема жоқ қой, жаңа айттым ғой. Бәріміз ақша тауып жүрік әйтеуір. Адамның бәріне сұрайсың, кімнен сұрасың, не істеп, шаруамен жүрмін. Бәрінің бір шаруасы бар, шаруа арқылы ақша жасап жүре, жақсы ғой. 20 мың теңгесі болса да, 10 мың теңгесі болса да, әйтеуір бәрі өз нәпақасын тауып іздеп жүр. Шаршап жүрмін деген сөз жалпы стресс. Көбіне қазір айтып жатады, стресс деген дүниелер ол бар. Ол ақшаға тікелей қатысты. Мысалға біздер 2 жерде, 3 жерде жұмыс жасап жүрсек, сол неғұрлым көп жерде жұмыс жасап жүрсек, соғұрлым бізде мынандай міндет пайда болады, стресс пайда болады. Мен и так 2 жерде жұмыс жасап жүрмін, осылай жақсы өмір сүру үшін. Содан кейін барып таңдау келген кезде ол қымбатын алады. Таңдау келген кезде мен не үшін 2 жерде жұмыс жасап жүрмін? Ала салайын. Мен осы үшін 2 жерде жұмыс жасап жүрмін деген сондай шешімдер болады. Одан кейінгі жалпы жаңа айтып отыр, ешқашан не дейді, артық ақшам болмайды дейді. Артық ақша болмаудың бірде-бір себебі жаңағы адам мен 2 жерде жұмыс жасап жүрмін деген сенім пайда болған кезде, 2 жерден ақша келген кезде ол кісінің берекесі шығыстар басталады. Бұл жерде міндетті түрде тағы да шығысқа мән беру керек. Одан кейін 2 жерде жұмыс жасағаннан кейін, мысалға ақшам көп болғаннан кейін, ол бұрында мысалға 2 жұмысқа автобуспен барса, енді немен таксимен барады, міндетті түрде шығысқа мән беру. Көбінде біздің ақшамыздың жаңа құм сияқты бармақ арасынан өтуі, ол біздің өз ақшамыздың дұрыс жаңа қолға алмай, дұрыс қадағаламағандығымыздан. Түсінікті ғой, Сондықтан бұл кісіге де мен шығысты мән бер дегім келеді, және де себебі қандай деп сұрақ қойыпты. Себебі, бұның бірде-бір себебі айлық өскен сайын жаңағы шығыстың көбеюі, шығысты азайту процесін міндетті түрде қосу, шығыстарға есеп алу, одан кейінгі барып жаңағы 2 жұмыста жұмыс жасап жүрмін дегені ол психологиялық стрессін төмендету. Яғни 2 жұмыс қиын болса, мүмкін бір жұмыста жасап, сол бір жұмыстың ақшасында берекелі қылу керек шығар. Мысалға көбінде 2 жұмыс жасап атқан кезде 2 расход болып кетеді. Сонында қарай отырып, емен 2-3 жұмыс жасау мақсатты емес. Мақсаты ай сайын қалтаңызда 10-20 мың теңгеден қалып отыруы. Мысалға, жаңа қаржылық деңгейді айтатын болсақ, бүгінгі қазақ халқының 80% айлықтан айлыққа дейін өмір сүреді. Ең негізгі мақсат сол келесі айлыққа дейін
айлыққа дейін қарызға кіріп кетпеу, айлыққа дейін ана жаңағы микрокредитный ломбардқа кіріп кетпеу. Осы ең дұрыс нәрсе осы. Мына менің өзімде де банкте істегеннен кейін біз банкерлар өзіміздің өніміздің бірінші құлымыз. Банкте қандай кредит шығады, соны өзіміз бірінші алатынбыз. Банкте жұмыс жасаған кезде. Сол кезде бір күні мен өзімде түсіндім. Осыдан 10 жыл бұрын мен өзім банкте істеймін. Сонда өзімнің кредитім бастан кеседі. Сөйтіп қарасам, менің бір өзімнің түсінгенім, мына бізде айлықтан айлыққа дейін ақшамыздың жетіспеуінен өзіміздің басқа қолымыз жеткізгісі келетін нелерге несие алу. Артымызда қоржынымыз, қаржылық қоржынымыздың болмауынан барып несие кіру, қарызға кіру, ломбардқа тапсыру. Сондықтан осы жердегі ең негізгі нәрсе көрпеңе қарап көсіл деген қазақта мақал бар. Сол мақалға сүйенсек, айлығымызды қалай да жеткізіп үйрену. Айлық бар ма, сол айлыққа өмір сүріп үйрену. Сол кездегі мен 10 жыл бұрынғы менің лайфхакым, ол бүгінгі күнде де жұмыс жасайды. Мен әлі күнге шейін өзімде сол лайфхакты қолданамын. Мысалы, мен бүгін айлық алдым. Айлық аламда мен бір күннен бастап 28-30-на дейінгі болатын барлық кредитті сол күн жауып тастаймын. Содан кейін бар бір ай бойы рахаттанып жүресің да, ал басыңда қарыз болса, мысалға сіз жаңағы сіңлім сияқты 500 мың теңге табасыз, 300 мың кредит, 10 мың процент, тағы. Сөйтіп жүрген кезде жаңа карточкадағы ақша мұрнымыз иіскеп, қолымыз ұстап көрмегеннен кейін, ол ақшаның мағынасы да жаңағы өнімділігі де түсініксіз. Мен жаңа басында айтып кеттім ғой, қағаз ақшамен жұмыс жасап үйреніңдер деп. Қағаз ақша ол өте психологиялық тұрғыда, қаржылық тұрғыда өте маңызды. Содан кейін барып жаңа барлық несиелерін жауып тастайсыздар айлығыңыздан, Содан кейін барып қалады ғой ақша. Сол ақша қалады, мысалға 100 мың қалсын, мысалға 100 мыңға барыңызда оптовкаға базовый нәрселерді алып тастаңыз. Май, рәшкейіңіз бар, етіңіз бар, не керек? Базовый нәрсені алып тастайсыз. Сосын сөйтіп алып тастайсыз. Мүмкін ол аптасына бір болуы мүмкін, мүмкін айына бір болуы мүмкін. Негізінде айына бір алып тастасаңыз, список жазып, кәдімгідей айына бір алып тастасаңыз. Сөйтіп ақшаңыз жоқ қой енді қалған нәрселерге. Біріншіден басқа қарызға кірмеу үйрену, өзіңе жоқ деп айту. Өзіңе жоқ деп айту, өзіңді кемсіту емес, өзіңе жоқ деп айтып, бүгінгі әселді тоқтата отырып, болашағы жарқын әселге мүмкіндік беру. Одан кейін барып мына бізде позиция бар, жұрттан қалмау, тойдан қалмайын ұят болар, құрсын анау құдап алам ғой, ертең бармасам сөйлейтін шығар, ауыл не деп айтады. Қалада жүргендер барын кетті, ауылға барарда шопинг жасап жүреді, ауылға кетейін деп жатыр, киімдерімізді реттеп деп. Сол кімде бар, ал қол көтеріңіздерші. Сондықтан мына біз біреу үшін емес, біз өзіміз үшін өмір сүруіміз керек. Сіздің бұл өмірде өз жоспарыңыз болу керек. Сіздің өз жоспарыңыз болмаса, басқа біреудің жоспарына өмір сүруге тура келеді. Сондықтан жоспармен жұмыс жасаймыз. Қалай бұл сұраққа жауап берілді деп ойлайсыздар ма? Яғни бұл жердегі ақшаны тапқан ер емес, ақшаны сақтаған ер деген қазақта мақал бар. Маңыздысы қанша тапқаныңда емес, қанша алып қалғаныңда. Сондықтан мүмкін бір жұмыс жасап, 20 мың теңге артыңда қалғаны мүмкін дұрыс шығар. 2 жұмыс жасап, шаршап, барлық 2 тапқан ақшаңды далада жойғанша, Жалпы, тағы 3-ші сұрақты айтайын, одан кейін залдағы сұраққа келеміз. Кредитсіз өмір сүруге бола ма дейді. Қалай ойлайсыздар? Кредитсіз өмір сүруге бола ма? Кредитсіз өмір сүруге болады. Бүгінгі Қазақстанда 9,5 миллион халық бар, жұмыс жасайтын. Оның 8,5 миллионында кредит бар екен. Счастливчиктар миллион адам екен. Егер несиеңіз болмаса, сол миллион адамның ортасына қосыласыздар. Ал жалпы қарыз күліп кіріп, жылап шығады. Сондықтан қарызды алған кезде, мен өзім банк саласында жұмыс жасадым. Несие берген кезде қатты мәз болған, соншалық шартты оқымай қойып жүгіріп кете береді ғой адамдар. Әйтеуір ана ақша карточкаға түсті ме, все болды, мәз, бақытты. Кез келген ол ұялы телефон болсын, ұялы телефон бір айдан кейін оның ақшасын төлеген кезде уже настроениесі болмай жүреді. Солай ма? Сондықтан эмоцияға берілмеу керек. Эмоцияға берілмеу дегеніміз өзіңнің нақты мақсатың болу. Егер сіздің нақты мақсатыңыз болмаса, сіздің мақсатыңызға басқа мақсаттар келеді, біреудің мақсаттары. Ал егер сіздің мақсатыңыз болып, сол мақсатқа ғана ақша жинасаңыз, сіздің жинап жатқан, сіздің мақсатыңызға міндетті түрде ақша келеді. Мен сіздерге дұрыстап түсіндіріп кетейін осы жерде. Ақша тек мақсатқа келеді.
Кімде мынандай ситуация болды? Мысалға сіз ақша жинап жатсыз, шықтыңыздар, осы жерден ақылдысыздар, бүгіннен бастап ақша жинаймын. Ақшаны жай жинап жатсыздар, 20 мың болады, 30 мың болады, 40 мың, 50 мың, батыс дөңгелек жарылып қалды. Батыс етіктің тақасы түсіп қалды. Ауылға бару керек, немесе біреудің бір нәрсесі болып қалды, соған төлеу керек. Сондай жағдай кімде болады? Кім ақша жинап бастап көрді? Барлығына солай болады. Сондықтан ақша бастап жинаған кезде міндетті түрде мақсатқа жиналу керек. Мақсатсыз ақша жиналмау керек. Мысалға мақсатқа жинағанда несие жабу, мақсатым несие жабу. Шетелге шығу, мақсат шетелге шығу. Сонда сіздің орыстар сияқты на черный день емес, кәдімгідей жарқын менің болашағыма бір керегіме деп. Көбіне жаңа айтып отырдым ғой, 50% модель біздің әке-шешемізден келеді деп. Сол кезде құрсын не дейді, черный день болып қалар, ертең черный деньге жинап қажет емес дейді. Черный день емес, ол қаржылық қор. Қаржылық қор дегеніміз сіздің кез келген уақытта ауырып қалсаңыз да, қандай да болмасын жағдай болса да, сол жағдайда сіздің басыңызды көтеріп, абыроймен шығу, қарызға кірмей, әркімнен жүгірмей. Мысалға көптеген жағдай болады, ковидта үйде қалдық қой бәріміз, қалтамызда тиын ақша жоқ. Солай болды ғой? Болды. Тіпті бір-бірінен бір ауылдағы азаматтар нан сұрап кеткен кездер болыпты сол кезде. Неге десеңіз, өзінің ұн сатып алатын ақшасы жоқ. Сондай дүниелер ол бізден сұрап келмейді. Ол кез келген нарықтық дүниелер, өмірдің бір салқын лептері болады. Сол кезде біз төтеп беруге дайын болуымыз керек. Сонда ақша жинаған кезде менің болашағыма, менің жарқын күндеріме деп жинап. Бірақ кез келген уақытта ауырып қалсаңыз да, жұмыссыз қалсаңыз да, сол ақшадан қолдана алатындай. Түсінікті ғой, көбінде біздің қарызға кіріп кететін себебіміз біздің айлығымыздың күн көруіне жетпеушілігінен. Сол барына ай сайын тек сол күн көруге ғана жетеді, басқа ақша жоқ. Сондықтан біз не істейміз? Бірінші барып несие кереміз. Сондықтан бүгінгі таңда қазақстандықтың орташа есеппен басында 5-7 несиенің болуында. Түсінікті ғой, Жалпы енді залдан сұрақтар болса, кімде қандай сұрақтар бар? Әсел ханым, менде бір сұрақ бар. Менде 1 миллион теңге бар. Айтыңызшы, оны бір айда 2 есе қылып көбейту үшін не істеу керек? Деген сұрақ. 1 миллион теңгені бір айда 2 миллион қылу, ондай жаңағы серт деймі, обещанияларды тек пирамидамен алаяқтар ғана бере алады. Жалпы 1 миллион теңгені 2 миллион қылу, ол өте жаңағы сауаттылықты талап етеді. Ол өте санаулы тәуекелді талап етеді. Рассчитанный риск, санаулы тәуекел. Жалпы бірге бірді тауарлық бизнеста жасауға болады. Егер сіз жаңағы өте ұтымды, сапалы, арзан дүние әкелген жағдайда. Ал басқа уақытта бірде саған 1 миллион теңгені саған бере қал, 2 миллион теңге қылып бір айдан кейін қайтарып берем десе, көбіне ол алаяқтықтың белгісі. Негізінде жалпы халқыма да айтатыным, тез баюға асықпаңыздар. Тез байым деп қолыңыздағынан айырылып қалуларыңыз мүмкін. Жалпы қазақ халқындағы жетіспеушіліктің көбі, лудамандардың көбі. Лудамандар дегеніміз ол тек қана ер азаматтар емес, ол жерде әйел азаматтар да бар, луда womenдар да бар. Бүгінгі таңда 400 мың Қазақстанда лудамандар тіркелген. Яғни олардың бірінші себебі сол қолындағы бар ақшаны тез көбейтіп, қарыздарынан құтылу деп есептеймін. Неге десеңіз, мен кездескен мыңдаған халықтың бірде бір жаңағы ең қиын сұрағы ол қарыздан құтылу. Сондықтан жаңағы тез байып кетем деп қолыңыздағы бар нәрседен айырып қалуларыңыз мүмкін. Тауарлық бизнеспен айналысқан жағдайда да ол кезде егер сіздің маржаңыз 3-4 есе болған кезде мүмкін. Және де сол 2-3 миллион теңгенің тауарын бір айда сата алған жағдайда. Бірақ бұл енді бүгінгі таңда Қазақстандағы 100-дің бірі істей алатын дүниелер. Оған үлкен санаулы тәуекелмен, дұрыс тауарды таңдау арқылы болады. Бірақ бір қаржылық сауаттылықпен, затты дұрыс таңдаумен, қандай бүгінгі таңда қалай сіз оны сата аласыз? Сіз тауарды сатып алған тура сол кезден бастап, переводтан бастап сізден ақша ұстайды. Ол растаможка болады, одан ұстайды. Одан кейін жолдағы рекламыңыз бар, растаможкаңыз бар, сатуыңыз бар, рекламыңыз бар, таргетіңіз бар, оның деген упаковкасы бар, оны сатылу бар, оны жеткізу бар, соның барлығын есептеп келіп, сіз сол пайдаға шыққан кезде ғана жасауға болады. Бірақ оған үлкен сауаттылық қажет, қаржылық сауаттылық. Осы көбінде
мына бизнесмендердің ішінде кім бизнеспен айналысады? Өз шаруасымен. Мына бизнесмендегі азаматтардың көбі жаңағы менің ұлым бір күшті анекдот айтқан, сіздерге айтып қояйын. Бір күні қоян мен қасқыр бизнеспен айналысуға шешім қабылдапты. Енді қоян қасқырға қарағанда тез ғой. Қоян бизнесін бастап кетіпті. Сөйтіп қасқыр бір күні былай қарайды, қоянда енді бизнес жүріп жатады. Сосын бір күні қоянға қасқыр дәті барған ғой. Қоян не істеп жатсың? Қалай бизнес қалай деп сұраған екен. Сол кезде қоян айтты: білмеймін, оборот бешеный, бірақ доход непонятный депті. Сол сияқты біздің 100 бизнесменнің 80% оборот бар, оның ішінде пайдасы бар ма? Менің тауарым пайда әкеліп жатыр ма? Қаншалықты менің бизнесті мен дұрыс жүргізіп жатырмын? Қаншалықты менің бүгінгі выручкамның, мен бүгін 100 мың теңге, мен тіпті 10 мың теңге выручка алдым, оның қаншасы менің негізгі пайдам деп есептемей жатады. Мен банк саласында жұмыс жасаған кезде, малый средний бизнес, орта және шағын бизнеспен жұмыс жасаймыз. Сол кезде азаматтар өзінің қанша маржа алғанын білмейді. Ол айтады: сол 100 теңгеге келген сияқты, сол 120 теңгеден сатамыз дейді. Ортасында ол 90 теңге кетіп қалады, 80 теңге кетіп қалады. Жалпы есептеп келген кезде көп азаматтардың бизнесі минуста болады. Сондықтан мына кім болсаң да, миллион теңгемен тауармен айналыссаң да, қаржылық сауатты болмасаң, банкрот боласың. Мына Bloomberg деген статистикалық центр бар. Сол жерде бірінші 3 жылдықта 80% кәсіпкерлер банкрот болады екен. Сол 80% кәсіпкерлердің 90% қарызбен шығады екен. Сондықтан мына миллионнан миллион жасайым деген ол кәсіпкерлік фишка, бірақ бұл жерде үлкен санау керек, үлкен статистика керек, үлкен жаңағы қаржылық мақсат керек, және де тауардың дұрыс таңдалуы, маржасының дұрыс қойылуы, және де уақыт арасында ол тауарды сатып үлгеру. Мысалға, кешегі тренд бүгін басқа тренд. Бүгін шыққан тренд ертең ол мүмкін тренд болмай қалуы мүмкін. Сондықтан үлкен жаңағы есеппен келуге болады. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Әсел ханым, жолдасымның атында автонесие бар. Менің атымда Отбасы банктен ипотека бар. Біздің мақсатымыз BI групптан бір бөлмелі болсын, пәтер алу. Енді сұрақ сізге, бізде кредиттік нагрузка болмай ма ипотека алу үшін BI групптан? Жалпы мына өте жақсы сұрақ. Мына кез келген адам, осы менің арманым, кез келген қазақстандық несие алған кезде менің нагрузка болып кетпей ме маған деп ойласа екен деп. Мына жалпы несие алған кезде сіздің айлық ақыңыздың 70%-ға дейін несие алу, мысалға, сіз 500 мың теңге аласыз. Барлық несиеңіз 350 мың теңгеден асып кетсе, ол уже критичная зона. Критикалық. Мысалға, 150 мың теңге сізге жетпей қалуы мүмкін. Мына сіздерге айтатын мынандай лайфхакым бар. Айлық аласыздар, мысалға, 500 мың теңге, 600 мың теңге. Менің математикалық тұрғыда қаржылық есебім бойынша сіздің ай сайынғы шығыстарыңыз бар. Білесіздер ғой, қанша? Кім шығысын жазады ай сайын? Сол, молодецсіздер. Былай кетіп қалмай жазып тұру керек соны. Шығысын жазып отырасыз. Мысалға, сіз точно білесіз. Мысалы, менің шығысым 150 мың теңге, менің шығысым 200 мың теңге. Білесіз ғой? Білесіз. Сөйтіп, қарайсыз, 500 мың теңге айлығыңыз болса, 200 мың теңге сіздің шығысыңыз. Содан кейін барып 100 мың теңге немесе 50 мың теңге сіздің қаржылық қорыңызға әр уақытта қалып отыру керек. Сол қалған ақшаны, яғни ол шамамен 50-60%-ға дейін несие алуға мүмкіндік болады. Бірақ бұл жердегі ең маңызды нәрсе, несие алмастан бұрын, оның ішінде ипотекалық несие алмастан бұрын, жоқ дегенде бір айлық сізде қаржылық қор болу керек. Мысалға, көбінде бізде мына қаржылық разрыв, кассовый разрыв деген, ол тек бизнеста ғана кездесетін нәрсе емес, ол әр үйде кездесетін нәрсе. Мысалға, 500 мың теңге айлық ала отырып, 505 мың теңге шығыс жасау, минус 5 мың теңге, ол бір жерден келген қарыз, немесе бір жерден келген кредит. Соны дұрыс санау отыр. Сөйтіп, жаңағы минус 5 мың теңге, бір күні минус 5 миллион теңге болып кетуі мүмкін. Түсінікті ғой, сіздерге дұрыс түсіндіре алдым ба? Енді қараңыз, мысалға 500 мың теңге алсаңыздар, мысалға айлық, егер барлық шығыстарыңыз 250 мың теңге болып тұрса, мысалға ол несиемен бірге 350 мың теңге керек болса, сол бір 350 мың теңгені қаржылық қор деп жинап қою.
бір айлық резерв ақша болу керек минимум. Содан кейін барып жаңағы өзіңіздің айлығыңыздан 50-70%-ға шейін, желательно 50-60%-ға дейін несие сомасы болуы. Одан артық барлық шығыстарыңыз шығып кетпеуі керек. Мына несие алған кезде, мына ипотекалық несие ол 0024, 0012 сияқты қысқа уақытта бітіп қалатын несие емес. Жалпы мына Батыс Еуропа мемлекеттерінде, Америкада ипотечная усталость деген болады. Ипотечная усталость дегеніміз ол ипотеканы төлеп шаршау. Сондықтан 2-3 жылдан кейін ипотекалық шаршау пайда болады. Сондықтан тапқан ақшаңыздың 10%-ын сапалы демалуға міндетті түрде жіберіп отыру. Мысалға, ер азамат пен әйел азаматтың ортасындағы кейсті айтып кетейін. Ер азамат үйге әйел азаматқа ақшасын әкеп береді, бірақ ақша көрінбейді, не мәшинесін жаңаламайды, не жаңа дөңгелек ала алмайды, не жаңағы мәшинесіне жаңа бір нәрселерін ала алмайды. Солай ғой, Сондықтан мына отбасылық бюджетте екі азаматтың ақшасы қосылған кезде әр азаматтың қалтасында 10%-дан ақша қалуы керек. Сол кезде жаңағы ипотекалық шаршау пайда болған кезде әр азаматты сол өзінің 10%-дық ақшасы арқылы өзінің бір қандай да болмаса эмоциялық дүниелерін жауып отыруға. Мына ер азамат, әйелдер еркектің қалтасына ақшаны қағып алады да, ер азаматтар жүреді, не витровигін ауыстыра алмайды, не дөңгелегін ауыстыра алмайды. Сондай позициялар бар. Ол біздің үйде де бар ондай нәрселер болған. Сондықтан мысалға бір қаржылық ақша бөлінуі керек. Менің өзімнің әкем мамама барлық айлығын әкеп береді. Сосын шырылдап мамамнан сұрап жүреді ғой, 5000 теңге бере қалшы, машинаның майын ауыстырайын деп едім деп. Сондай болмау керек, түсінікті ма? Сондықтан әйел де еркек те екі қолды жұмыс жасағаннан кейін міндетті түрде 10% әйелдің хотелкаларына, ер азаматтың хотелкаларына қала отырып, қалған 90% отбасылық бюджетке келіп, сол отбасылық бюджеттен жаңағы мен сізге айтып отырғандай 60%-ға дейін несие алу мүмкіндігі бар. Қазір айтып жатыр ғой, 2026 жылы НДС көтеріледі, үйдің бағасы өседі, қазірде алып қал деп. 2026 жылы вообще, как сказать, үйдің жаңа НДС өссе, қаншалықты қарапайым халыққа үй алу мүмкін болады? Қандай екінші деңгейдің банктердің пайыз өссе, қалай қарапайым халық тиімді бағдарламамен үй алады, соның жолын айта аласыз ба? Алдағы уақытта қандай не нәрселер күтіп тұр бізді, мәселелер? Жалпы кімнің үй алғысы келіп тұр? Бәрін үй алуға келгенсіздер ғой сендер. Машалла, Құдай қаласа үйлі болыңыздар. Мен айтайын, жалпы осы 20 жыл банк саласында жұмыс жасаған кезде үй алам деген азаматқа қуанам мен. Үй алам деген азаматтың өзінің бір періштесі болады екен ғой. Алам десе, жасайым десе адамға уақыт та беріледі, ақша да келеді, жалпы ниетке қарай. Мына Алла тағала да айтқан екен ғой, егер үй алам деп үй салып, үйдің фундаментін құйсаң, кірпішіне әрекет етсең, мен үйіңе әрекет етем деп. Бұл енді жаңа образ айтып отырмын сіздерге түсінікті болу үшін. Сондықтан егер сіздің алам деген ниет болса, жалпы ол өте жақсы ниет. Бүгінгі таңда қалталарыңызда жоқ дегенге де 4-5 миллион теңге ақшаларыңыз болса, міндетті түрде ақшаларыңызды бірінші нарықтағы резервқа, яғни ақшаның бағасын тоқтатуға қоюға болады. Енді нақты осы сұраққа жауап беретін болсам, НДС-тің көтерілуіне байланысты. НДС-тің көтерілуіне байланысты бірінші нарықтағы үйлердің бағасы өсуі міндетті түрде болады деп ойлаймын. Пайыздық мөлшері әр компанияның жаңа ЖК-ның статусына, категориясына байланысты, премиум бизнес классқа. Жалпы сіздер байқайсыздар ма? Әр уақытта жылдың соңында қандай да болмаса салыққа қатысты сұрақтар туындайды да, осындай нарықта көптеген әңгімелер жүргізіледі. Және де ол әңгімелер, ол статистикалық дүниелердің барлығы бір жыл өткеннен кейін шынымен де солай болып жатады. Менің өзімнің кәсіби мамандық тәжірибе аясындағы айтарым, жыл сайын жаңа бірінші нарықтағы үйдің, жақсы локациядағы үйлердің 15-16-20%-ға дейін көтерілуі ол әр уақытта ықтимал, және де бүгінгі таңда сол тенденция сақталуда. Біріншісі. Екіншісі, осы жаңағы нарықта көбіне ақшаның немесе бір шаршы метрдің қымбаттауына не себеп болады деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол сұраныс себеп болады. Әр уақытта пәтердің бағасына сұраныс бірде-бір әрекет жасайды. Нарықта мемлекеттік бағдарламалар болған жағдайда, нарықта қандай да болмасын
жаңағы мемлекет тарапынан субсидиялар берілген жағдайда, қандай да болмасын бизнеске ықтималдық дүниелер пайда болған кезде ол міндетті түрде нарыққа әсер етеді. Ол нарыққа ақша келеді ғой. Мысалға, айлық көтерілген кезде оның барлығы сұранысқа келеді. Жылда айлық көтеріледі, мысалы мұғалімдердің айлықтары көтеріледі, врачтардың, дәрігерлердің айлықтары көтеріледі ғой. Соның барлығы осы ықтимал, әр кез келген сұраныс ықтимал береді, өзінің. Сондықтан осы салық аясында болып жатқан нәрселердің бірде-бір әсері үйдің қымбаттауына әкеледі деп ойлаймын. Ол бірінші нарыққа қатысты. Ал екінші нарық бүгінгі таңда ескі үйлердің бағасы өте көтеріңкі. Әр азамат енді қалтасына қарай, егер асығыстық жоқ болса, біріншіден, екіншіден бүгінгі таңда қалтаңызда жиналған ақша жоқ болса, жоқ дегенде бір 4-5 миллион теңгеңіз алғашқыларына жеткіліксіз болса, онда екінші нарықтан үй алуға кеңес беремін. Екінші нарықтың бағасы ол жаңағы біркелкі, көбінде біркелкі болады. Содан бірінші жаңағы ремонт жасайтын ақшаңыз жоқ болса, мүмкін жаңағы тұратын жеріңіз жоқ болса, пәтерде жүрген жағдайда, екінші қанша ақшаға жетеді? Мен мұны айтам, барлық клиенттарыма айтам. 28 квадратқа ақшаң жетіп тұр ма? Сол 28 квадратты алып. Шаршы метр алып қалайда бір шаршы метрді бекітіп қалу. 33 квадратқа жетіп тұр ма ақшаң? Сол 33 квадратты алу. 40 квадратқа жетіп тұр ма? Құрсын сосын 3 комнаталы пәтер алам, біз оған сыймаймыз емес, сыйып көру керек та. Нағыз сыймай жатса, сол 28 квадратқа ақшасы жетіп тұр ма? Бірінші нарықтағы мысалға. Сол 28 квадратты алып, өзі сол ары қарай өзінің тұрып атқан жалдамалы үйінде тұра береді, оны арендаға беріп қояды. Мысалға, солай ғана ақша көбейту. Ең маңыздысы қолыңыздағы ақшаның инфляцияға ұшыратпау, біріншіден, екіншіден көбейту мүмкіндігін қамтамасыз ету. Түсінікті ғой, сұрағыңызға жауап бере алдым ба? Ол тек қана үйге қатысты емес, бұл жерде киіп отқан киімімізге, тамағымызға, осы қымбаттаудың барлығы, егер салықтық реформа аясында қандай да болмасын, шағын және орта бизнесқа қосымша шығыс түскен жағдайда, ол шығыс кімнің қалтасына кетеді? Халықтың қалтасына, тұтынушының қалтасына кетеді. Ең маңыздысы қанша ақша табуда емес, тапқан ақшаны берекесімен жұмсауда. Егер бүгінгі таңда ақшаңыздың берекесін білмей жүрсеңіз, есепке мән беріңіз. Есеп әр уақытта еңбегіңіздің еселену мүмкіндігін береді сізге. Қанша ақша тапсаңыз да, ол бір еңбек, ал ол ақшаны сақтап қалу, көбейту, бұл сіздің екінші еңбегіңіз. Осы подкаст астында өзіңіздің комментарияларыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Үліпіл басып, бізге жазылып қойыңыздар. Ең көп лайк жинаған комментарияға 5 азаматқа біз өз тарапымыздан қарсыз қазақ атты курсымызды тегін беретін боламыз. Лайк қосып кеттіңіздер.